тілек айтайық онда. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған көпшілік. Сабыр сақтап жайғаса тұрыңыздар, одан кейін ас қайырып антрактіге шығамыз. Баяғыда бір ағамыз айтты ғой, одыра орындықтан да ұят болды деп. Орындықтан ұят болмасын. Нағашылар қайда? Келіңіздер, жақындаңыздар. Тәте мамамыздың құрбысындай болған кісі еді. Өкінішке орай мамамыз бұл өмірде жоқ, бір жыл алдын. Сізді анамыздай қатты жақсы көреміз. Бүгінгі құрметті демалысқа шығу мерекеңіз құтты болсын. Еткен еңбегіңіздің зейнетін көріп, ұл қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің алдында аяулы әже болып жүре беріңіз, 100 жасаңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті жиналған қауым, той құтты болсын. Бақытты де зейнетке шыққан қуанышыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, отбасыңыздың ортасында ойнақ 100 жасқа жеттіңіз. Былтыр осы уақытта мама ауырып қалған еді. Сол кезде аманат етіп кетеді, осы бақыт құдағи 60 жасқа толып жатыр, той жасап жатса мен бара алмайтын шығармын. Сен бар деп маған аманат етіп кетті. Сол аманатын орындауыма рұқсат етіңіздер. Алтын комплект. Рахмет, аманатқа қиянат жазамай, Аллаға шүкір, құдағидың аманатын орындап, алтын комплекті. Сіз кәдімгі бір алтын базарда жүрген сияқтысыз. Қайсы жарасақ деп беті. Аллаға шүкір. Тфәй. Күшті. Рахмет. Алтын алмағандар шапада ұрып отырыңыздар. Тағы да жалғастырайық. Қосыламыз, қосыламыз. Жаңа рахмет. Ақтөре мырза келіңіз. Ануардың тұлымын айдар шашын кезетін осы нағашысы Ақтөре мырзаға қошемет ұрып қойыңыздар. Ануар ұлымыздың жігіт болғаны құтты болсын. Еліне, халқына адал қызмет ететін, еліне сыйлы, абыройлы, абзал, үлкен азамат болсын деп бұйыртса Енді ешкім шашынан тартпайтын болды сен. Аман жүр. Рахмет. Енді нағашыларының атынан бауырымызға, жиенімізге мініскен тайымыз бар. Тайды алып қоя алмадық. Оны конвертке салып қойдық. Жиналған қонақтарға шашуымыз бар еді. Шашуымыз бар, тайдың кілемі бар, және жабуы. Қоржынымыз бар тайға мінгізген. Қоржынымыз тайға жатқан қоржынымыз бар. Сады ғой ағайын, конвертпен берді, осы тайға жабуы, Ақтөбеден келген ағайын міне ақшалай. Рахмет. Шашу шашқанда ақырын шашасыздар ма, чупа-чупс қатты едіген. Рахмет. Ой, міне тағы да төй, жәнді мәшин. Рахмет. Ануар, сен мен қасында жүре бер. Ешкімге жақын. Қазір. Ал нағашыларының алып келген тойбастары бар ағайын. Әр үстелге бір сыйлықтан табыстаңыздар. Бір қатырға тұрайық даяшылыңыздар. Рахмет. Ал жібер, кішкентай балдар байқаңыздар. Жаяулар абайға.
енді Ануардың да нағашыларына біздің де сәл сый-сияпатымыз бар. Сәл самыз сақтайықшы. Біздің даусымызға қарағанда пакеттің даусыға шығып отыра деймін. Ал көпшілік тойға келген жақсыларым, асылдарым, құдаларым, бауырларым, көршілерім, жолдастарым, коллективім, сіздерге мың алғыс. Мынау біздің менің әнуарымның нағашылары бүгін тұлымын кесіп, рәсімін жасап жатыр. Тойдан тоғыттай түйіндейді, содан ауыз тиіңіздер. Енді жаңа Зейнеп көңілі толқып, көзіне жас алып жатыр. Менің алдымдай құдағиым өмірден өтті. Ол да бір Алланың ісі шығар. Сол кісі өзі бақыт құдағи, сіз 60-қа толғанда мен сізге алтын комплекті тағам дейтін. Құдай соған жеткізсін деп жүретін. Сондай бір керемет жан еді. Енді ол біздің қолымызда емес, Алланың қолында. Сол өмірден өтті, иманды болсын. Еске алып жатырмыз, бір аунап қонап жатқан шығар. Балалары сол рәсімді ұмытпай, маған мамасының табыстап кеткен тапсырмасын табыстап жатыр. Тойбастар әкеліп жатыр. Өзі тараздықтардың сондай рәсімі бар екен. Нағашылап келгенде сондай әр столға тойбастар жасап әкеледі екен. Рахмет сендерге. Жандарым сол. Жас болса да сол рәсімді ұмытпай, бейбіткүл бастаған, әтреп жина бастаған бәрі келіп, біздің әнуарымыздың тұмарын кесіп, рәсімін жасап жатыр. Жаным рахмет, Ақтөре, бақытты бол, қайда жүрсің де аман жүр. Мен мына рәсімді жалғастырайын. Енді бұлар біздің жастар, енді біздің алған киімімізді кие алмайды ғой, кимейді. Өздері таңдап кисін деп конверт ұсынам. Келініме алтын сақина. Бұл жастар біздің таңдап бергеніміз кимейді. Не ақсын бұлар? Орсыншы. Алтын келінге қошемет тұрып қойыңыздар ағайын. Рахмет. Бұл кісі енді келін емес, құдағи ғой. Құдағидің орындағы құдағи. Аман жүріңіз. Рахмет, той құттыңыз. Аман жүріңіздер. Осы нағашылардан бір ас қайырып атасын алайын. Араларыңызда бұл кісілердің енді жасы кіші болса да жолдары үлкен ғой. Құданың үлкендері осылар. Қайсысы? Илахи амин. Амин. Я Алла, өзің рахмың ал, Аллахым, осы бір жайылған дастарханға берекет бер. Алла, осы жайылған барлық қауымға өзің риза бол, Аллахым. Осы сырым бажамның отбасында әрқашанда той, әрқашанда жақсылық болсын. Алла екеуінің жақсылығын берсін. Өсіріп отырған ол қыздары иманды, салихалы, саналы бол, ел басқаратын атпал азамат болсын. Амин. Амин. Береке бадаңыз қабыл болсын, қуаныш құтты болсын. Аллағайын. Арық адамға 6 үй, толық адамға 9 үй, ортада жарты сағат антракт, орнымыздан тұрайық, сауық сайран құрайық, баршаларымыз ордаға әсеменің аясына антрактке шығайық. Жарты сағаттан соң екінші аптасырған